оқушылар, бүгінгі тренингіміздің ойынның тақырыбы «Мен өмірді сүйемін» деп аталады. Әрбір адам өмірде қонақ. Өмірді өте мәнді де мағыналы өту үшін біз әрқашан қандай болуымыз керек? Дұрыс, өзіміздің мақсатымызға жетуіміз керек. Енді жан-жағымызға мұқият қарасақ, өмірде әртүрлі кездейсоқтар кездесіп жатады. Мысалға, адамдар жұмысқа бара жатады, жұмыстан үйге қайтып жатады. Кейбір адамдар мұңайып жүреді, кейбіреулері көңілді жүреді. Ол неге байланысты? Адамның көңіліне байланысты. Дұрыс, қатты жауап беріңіз балалар. Олай болса, біздің бүгінгі тренингіміз осы өмір жайлы болмақ. Шеңберге шақырайын, ортаға келіңіздер. Ыстыққа бақан деп аталады, өзімізге жылы сөз айтып, бүгінгі тақырыпқа байланысты артымызды айтамыз, содан кейін бір сөз тіркестерін айтатын боламыз. Мысалға, менің атым Самал, мен өте бақыттымын. Менің атым Амина, мен өте көңілдімін. Менің атым Амал, мен өте бақыттымын. Менің атым Ердоба, мен өте жақсы. Жақсы, отыра қойыңдар балалар. Ең туралы сөздерінде осы өмір туралы қазір барлығымыз бір-бір қаламсаптарында аласыңдар да, әркім өзінің өмірге деген көзқарастарын бір-бір сөзбен жазасыздар. Өмір дегеніміз не жалпы? Келіңіздер тақтаға бір-бір оқушылар осы өмір жолын барлығымызды толтыратын боламыз. Келіңіздер. Кім бастайды? Келе ғой, Амина. Өмір дегеніміз не? Мысалы, өмір деген рахат, өмір деген бақыттымыз деген сияқты сөз тіркестерін жазатын боламыз. Өмір керемет деген сияқты. Үлкен болып жазамыз. Жақсы өтір қоямыз. Келесі оқушы келіп, оқи ғой? Не деп жаздың? Өмір керемет. Жақсы, отыра ғой. Келесі оқушы. Есмаға келіп. Өмір қандай? Сен үшін. Өмір қандай? Өмір жаңалыққа толы. Үлкен оқушыларымыз. Жаңалыққа. Жаңалыққа толы. Өмір қандай? Мен үшін өмір өкінеді. Жақсы. Ал, келесі оқушы, келіңдер. Өмір қандай сен үшін? Рахат. Жақсы, жазамыз. Рахат. Өтір қойылыр. Ең соңғысы алмат. Өмір сен үшін қандай екен? Өмір сен үшін? Енді әркім өз ойларын жазды. Өмір дегеніміз рахат, бақыт, жаңалыққа толы. Енді адам өмірге келгеннен кейін оның басы бар, аяғы бар деген сияқты барлық сендер осы өмірге келгеннен кейін өз мақсаттарына жету керексің. Қазір өмір туралы осы сұрақтар қойылады. Кез келген бала өз орнынан тұрып, осы сұрақтарға жауап беру керексіздер. Өмірдегі бақытты күнің қандай болды? Ең бақытты сәт ол отбасымен бірге өткізген күндер, уақыттар. Жақсы, отыра. Келесі алмас сұрағы. Қай қасиетті өзіне дамытқың келеді? Қандай болды? Үлкен кісілерге көмектесу. Үлкен қасиет көрсету. Кішіге қамқор болу. Кішіге қамқор болу. Сосын қандай болды? Адам ойында қандай жақсы қасиеттерге тағды? Толықтыруға болады. Иманды, инабатты, дұрыс па? Сосын еңбекқор болу керек. сосын қандай қасиет?
Dırı, sosun, Жақсы, отыра ғой. Өзіңізді бір сөзбен сипаттаңыз. Өзіңіз қандайсыз бір сөзбен сипаттаңыз? Қандай? Жақсы. Сосын қандайсыз? Бір сөзбен ақ қойып, жақсы, отыра ғой. Болашақта қай елге бар? Болашақта. Дауысты шығарыңыз ба? Америка, Испания. Саған мотивация беретін адам бар ма? Мысалға, ертең бар сен жігерлі бол, мықты бол деген адам бар ма? Айтатын пысық бол, ата-ананы құрметте, білімді бол, саналы бол деп айтатын бар ма? Кім аттар? Жақсы, Мен үшін ең маңызды нәрсе ол ең бірінші менің отбасым және де достарым және де ең маңызды ол өзім. жақсы. Достық дегенді қалай түсінесің? Достық деген бір-бірімізді бағалау, көмектесу, құрметтеу. Молодец, жақсы. Осы уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Кітап оқығанды және ата-анама көмектескенді. Жақсы. Сосын тағы қолөнер жағынан. Қолөнер, пиратсонер, әртүрлі шығармаларға қатысу. Жақсы отырады. Мамандаған мамандық таңдауға қандай мамандықтарды білесің? Қандай мамандық? Саналық. Сосын тапсырма бізде екі бақа туралы аңыз. Осыны бір оқушы шығып, ортаға келіп оқып берсін. Газетке келе ғой. Сарайда тұрған шыңдағы тайлыққа екі бақа түсіп кетеді. Біреуі шыға алмайтынына көзі жетіп, қарсыласпай өліп қалады. Ал екіншісі шыға алмайтынына көзі жетіп тұрса да, арпалысқанның бәрі бекер сияқты көрінсе де секіре береді. Бір кезде аяғындағы қаймақ қоюланып майға айналады. Әлгі бақа сөйтіп секіріп шыныдан шығып кетеді. Жақсы. Енді осыдан қандай ой түйдің? Бала, екі бақа жаңағыдай шыңның үстіне түсіп кеткен кезде біреуі өз әрекет жасамай өліп қалады, ал біреуі әрекет жасап шығады екен. Сонда қандай мағына тұр бұл жерде? Қандай болуымыз керек біз? Қиындықтан өмірде бізге әрқашан қиындық кездескен кезде біз әр қиындыққа сынай беруіміз керек па? Не істеуіміз керек? Дұрыс, талпыну керек. Содан кейін тағы да сеніп мақсат қойып жасай аламын деген ниетпен өзіне сүйеніп. Дұрыс, өз алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жетуіміз керек. Сол мақсатқа көз жеткізіп, болашаққа сіздер сол мамандықтың иесімен елге танымал адам, тұлға болу керексіңдер. Жақсы ғой? Отырыңдар. Келесі бізде балалар 5-ші тапсырмада сенімділік жаттығуы деп аталады. Қазір мен сіздерге стикер берем. Осы стикерге жағымсыз қасиеттерді жазасыздар. Жақсы ма? Жақсы. Келіңіздер, тақта ашыңыздар. Сіз әдеттерден кішкене білімші бөлінетін қылып. Жақсы. Біз қазір сол жаман қасиетіңізді жаңартып боламыз. Әкел. Шетін ұстап қой. Жаман қасиетін өлтеп жатырсыз. Келіңдер, келесі оқушы. Жағымсыз қасиет
еріншектің кейде қастауы. Қасиеттеріңізді ешқашан ондай болмас үшін өңдеп жөнінде бар. Жаңа қасиетін өтеніп жатыр. Осымен кету керек. Келді. Қасиеттерін. Мен еріншекпін, жалқаумын, сабақта үстінде ұйықтап қаламын. Жақсы, келді. Жаман қасиет қандай? Жаман қасиет үйі ұйықтап қаламын. Тағы да басқа жоқ па? Жаман қасиетіңізді өтейміз қазір. Сосын оны қайталамады. Қасиетін? Дұрыс жаз. Келеміз. Бізді осы жаман қасиеттерімізді өтейміз. Алтыншы тапсырма өмір дөңгелегі деп аталады. Қазір алдарыңызда дәптерлеріңізге осы қасиеттерді бағалап шығасыздар. Бірден 10-ға дейін балдар қойып шығасыздар. Денсаулық, отбасы, қаржы, достар, мансап, оқу, жеке даму, демалыс, рухани өмір. Осыған балдарыңды қойып шығасыздар. Бірден 10-ға дейін. Отқа 10-нан 6, отбасыға 10-нан 10, қаржыға 10-нан 7, достардан 10-нан 9, мансап оқудан 10-нан 5, жеке даму 10-нан 1, демалыс 10-нан 8, рухани өмір 10-нан 4. Ең төменгісі қайсы сендер? Жеке даму. Жеке даму. Жеке дамуға не себеп бар? Өзім жалғыз дамысам, көп мақсатқа жетеміз. Ол үшін жету үшін не істейміз? Еңбек ету керекпіз, білім алу керекпіз, жан-жақты болуымыз керек. Ал ең жоғары балл оның қайсы? Отбасы. Отбасы. Дұрыс. Отбасы бақытты болса, сен де Бақытты. жақсы отыр. Келесі бір оқушы шығармыз. Отбасы 8, қаржы 9, достар 6, рухани өмір 4. Жақсы, ең жоғары балл Ол денсаулық. жақсы, денсаулық болса барлығы болады дейді. Ал ең төменгі балл Рухани өмір. рухани өмірге не жетпей тұр? Көп іздене алмаймын, және де ал рухани өмірді онға тоқу үшін не істеуіміз керек? көп оқып, ізденіп, ерінбей еңбек ету. Жақсы отыр. Ал болды. Бізде қазір би терапиясы болады. Екі оқушы шығар, көздеріңді жабамыз. Мына жердегі тұрған аяқ табандарынан шықпау керексіздер. Көзді жапқан кезде осы жерде билеп тұру керексіздер. Жақсы ма? Мен әртүрлі қимылдарды айтатын болам. Сіздер соны жасайсыздар. Жақсы ғой? Енді екі оқушы шыға қойыңдар, тез-тез. Қалғандарымыз аяқтарына қарап отырамыз. Қозғалып, аяқтарымызды кішкене қозғаймыз. Айналамыз, 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 айналамыз. Алға, бір шақ. Артқа, артқа бір шақ. Билейміз қолымызды, қимылдатамыз. Оң жаққа бұрмамыз. Сол жаққа. Сол жаққа. Енді
терапиясында қандай әсер алдыңдар? Көңілді, иә, жақсы. Енді мына жерде бес саусақ әдістері тұр. Осыған сіздер бүгінгі алған білімдеріңді әр саусаққа жазатын боласыздар. Жақсы ма? Мен қандай түс берем, сол түске байланысты қолдың үстіне қоясыздар. Ал жазамыз. Бүгінгі алған әсерлеріңді. Не үйрендіңдер, не білдіңдер? Bir сөзбен ғана. Оқи ғой. Көңілді болды, қуанышты, өмір туралы білдім, доспен қалай араласуды білдім, би терапиясын болды. Жақсы. Енді сенің саусағың қайсына келіп тұр? Қоя қойып жүр. Келесі. Балдырдым, жаттығу ұнады, көңілді болды, өмір не екенін білдім. Жақсы, сен қолың қайсына? Жақсы, дұрыс. Өте көңілді болды, өте жақсы болды, жаттығу. Естуіміз керек, өмірде қандай болуымыз керек? Сыпайы. Кел ол. Газетте Өмір туралы көп ақпарат өмірде мән түсіру керек, арап қойған арманына соған жету керек, өте көңілді болып жүру керек, және де сыпайы жанашыр болу керек. жақсы. Кел аға Есмахан. Өмірді бағалау керек. Адам сыйлаймыз ба? Адамдарды сыйлаймыз. Өмірді бірақ рет келгеннен кейін оны қалай өмір сүруіміз керек? Жақсы өмір сүруіміз керек. Сол өмірге ақпараттарға біз дақ түсірсек, қандай мағынаны білдіреді ол дақ дегеніміз? Ол сендердің жамандықтарын, ол дақты одан кейін кетіруге бола ма? Кетпейді ол. Сондықтан сендердің жүректері таза ғой, сол таза жүректеріне қара дақты шама енеше түсіріңдер. Жаман жолды баспай, тек жақсы жолды болыңдар. Ана оқи ғой, тағы бар ма? Алып қосатын.